Қайырлы күн достар, макаронсы дайындаймыз. Видеоны тамашаламай тұрып, менің арнама жазылып, менің барлық тегін рецептілерімді бірге тамашалаңыздар. Керекті заттардың барлығы үй температурасында тұрғаны қажет. Ең алдымен ыдысты жақсылап тазалап, құрғатып, ақуызды толықтай миксерлейміз. Бұл жерде ескере кететін жайт, миксердің жылдамдығын қатты қоймаңыздар, қатты болу болмайды. Орта жылдамдықта тұру керек. Осы жылдамдықпен соңына дейін жұмыс жасаймыз. Ең алдымен шекер мен альбуминді араластырамыз. Жақсылап араластыру керек. Осы массаны, ақуызды массаға аз-аздан салып, әр салған қасықтан кейін 2 минут арақашықтық жасап, 20 минут, 25 минут араластырамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы айта кетейін. Шекерлі массаны осылай 3 рет салып, шай қасықпен арасын 2 минуттай ұстап, тағы да солай қайталап отырамыз, шекерлі массамыз таусылғанша. Келесі бізде миндальная мука мен сахарный пудраны жақсылап араластырамыз бір ыдысқа салып, осыны електен өткізіп аламыз. Қасықпен бөліп салып, толықтай өткізіп аламыз. Електен шамалы өткізу қиындау, сондықтан аз-аздан салған дұрыс. Осылай қасықпен шайқап тұру қажет. Өтуі сәл қиындау болғандықтан. Достар, сіздермен бөлісім келгені, бұл макаронсыды ешқандай да конвекциясыз асты үстін қыздырып 135 градус ыстықта пісірдім. Егер де пешіңіз әсел пеш болып қатты қызатын болса, төмендеу градуста дайындайсыздар. Ал енді біздің жұмыртқалы массамыз дайын болды. Мінекей осындай қою болып шығады. Мінекей көрдіңіздер ме? Түсу қиындау біздің миксерден. Осылай толық дайын болып шықты. Енді осының үстіне миндальная муканы аз-аздан бөліп, миксерсіз лопаткамен астынан үстіне қарай толықтай араластырамыз. Достар, бұл жерде айта кететін жайт, макаронсы жасағанда міндетті түрде планетарный миксер болғаны қажет. Себебі массаны тоқтатпай біркелкі режимде араластырып тұру керек. Енді дайын болған массаны мен 2 ыдысқа бөлдім. 2 түрлі түс шығарайын деп. Біреуі розовый түс, екіншісіне көк түс қостым. Өзіңіздің қалауыңызша кез келген түсті қоссаңыз болады. Макаронстың насадкасы бар болса, соған құйыңыздар, немесе вупипайдың насадкасы да болады. Осылай пергамент қағазға немесе силиконный коврикке құйып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Кейіннен пешке салып пісіреміз. Мен бір рет жасағаннан осылай шықты. Сіздерден де осылай керемет болып шығады деп сенемін.
дәмі деген өте керемет, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жасап көріңіздер, сіздерге де міндетті түрде ұнайды. Менің арнамнан алыстап кетпеңіздер.